Патриотизм адамдардың қасиеттерінен айырылып, қатыгездікке, надандыққа бет бұрғанын көрген Нұх бір күні елден безіп, алыстағы таудың шыңына шығады. Сол жерде тұрып, Алладан жәрдем сұрайды. Нұхтың шын ықыласпен жалбарынғанын көрген Алла оған бұйрық береді. Онда Нұхқа үлкен кеме тұрғызылды. Сол кемеге барлық жан-жануарлардың сыңарын алуды тапсырады. Ал қалған тіршілік иелерін топан суға ағызып жоятынын ескертеді. Өйткені Алла адамдардың мұндай қылықтарына ашулы еді. Біз қалайда алып кеме тұрғызуымыз керек. Соның арқасында аман қаламыз. Әке, ондай алып кемені қалай жасаймыз? Балаларым, бізге ұлы құдіретті Алла көмектеседі. Енді тездетіп іске кірісейік. Содан Нұх пен оның балалары алып кемені тұрғызуға кірісіп кетеді. Тынбай жұмыс жасайды. Әрине, кеме тұрғызу оңай емес. Бірақ бірнеше айдан соң олар ойлаған кемесін жасап шығады. Кеме өте үлкен болған екен. Енді жер бетіндегі жан-жануарлардың сыңарын кемеге жинаймыз. Сенбегендер осында қалады. Алла, өзің қолдай көр. Көп ұзамай аспанды бұлт жауып, жауын шашын басталады. Жауын шелектеп бірнеше ай жауғанда, айналаның бәрі топан суға толып, жолындағының бәрін ағыза бастайды. Тек Нұхтың кемесі ғана су бетінде қалқып, аман қалады. Күншығысты бетке алып жүзе берейік. Бір жерге кезігеріміз анық. Ал сен жануарларды қадағала. Аң патшасы арыстан жануарларды әділ басқарсын. Қарға, сенің қанатың бар ғой. Алдымыздан жер көрсең, хабар жеткіз. Қарға алысқа бармады. Ол жануарлары қырылып қалған аралға келіп, сол жерде қалып қояды. Содан бері қарға өлексе жеп күн көреді екен. Сенім артқан қарғадан хабар келмеді. Қарлығаш, енді үміт сенде. Жер көрсең айтарсың. Біз осы қайда барамыз? Мұна мұхит таусылама өзі. Жүзіп келе жатқанымызға бір айдың жүзі болды. Ендігі күніміз не болар екен? Ей, қошқар, біздің жұлдызды сәтіміз туды. Ханымдар мен мырзалар, кәне сабыр сақтайық. Бұл біз үшін сынақ. Ертебе кешпе біз жаңа жер табамыз. Сосын жаңа өмірді қайта бастаймыз. Нұх атамыздың бізді алып шығарына толық сенемін. Ал сенбегендер не болды? Анда су астында қалды. Тағы бір мәселе. Жыртқыштар, біздерге көз сала беруді тоқтатыңыздар. Кемедегінің жаны бір деген. Ертең жаңа өмірді бастау үшін бәріміз аман болуымыз керек. Сондықтан тәртіпке берік болайық. Жақсы айттың, Теке. Дұрыс, жақсы айттың, Теке. Бұл ақыр заманның белгісі. Ешкі қасқырға әңгіме айтып тұр. Мына мейіз басқынап тұрған жоқ. Жарай, жерге барайық. Сосын онымен сөйлесеміз.
Ketdi. Hı. Qoşqar, qalay? Öldürüp söyledim be. Bilmeyim teki. Bäri sözlerime sındı qoy. Erteň jerge barsak, janwarlar parlamentin kurudusundan. Töragası özüm bolam. Qalay? Küştü tattın ba, Qoşqar? Bilmeyim teki. Ең бастысы, Арекеңнің көңілін табу керек. Areke degen kim? Ey Мауба, Арыстанды айтам, жүріп кеттік. Teke, sen keremet söyledin. Ramız sağan Teke. Сәлем, ұрғашылар. Бұл жай бер жағы ғой. Жарайсың Теке. Өзің шешен екенсің ғой. Рахмет, ол таңбаны ертең берем. Olgum. Ya. Ассалаумағалейкум, Ареке. Рұқсат деген, мен тияқтылар мен мүйізділердің азаматтық құқын қорғап келдім. Жыртқыштар біздерге көздерін алартып жүр. Сондықтан тияқтылардың сұранысы бойынша жыртқыштарды бөлек жатқызу керек болып тұр. Мәртебелім. Жарайт. Көпшілік сұраса қарсы емеспін. Рахмет, Ареке. Мұнда қол қойып жіберсеңіз. Әкел. Ей, тағы да рахмет, Ареке. Сау боп тұрыңыз. Бәрекелді. Бәрі ойдағыдай. Qoşqar, boyauda kел. Әлде бір ойын ойнаймыз ба? Өптісін сен бұйырмақсың. Ей досым, жайшылық ба? Әлде ащы шөп жеп қойдың ба? Жігіттер, бәрі келсін бойынша. Енді сіздерге мына сызықтан өтуге болмайды. Ей, мейізбас, сен не деп тұрсың? Мынау не дейді? Теріңді тірідей сыпырайын ба? Жігіттер, мүмкін ұрыспай шешерміз. Ал сен кімсің? Итпін ғой, жұмысым солай, атым бөрі басар. Бауырым, сен бөрі басар деген атыңа жауап бересің бе? Менің адамдарға берген уәдем бар. Ей, сен бізге қарсы шықпақсың ба? Бір айналып келем. Міне, мырзалар, сабыр сақтаңыздар. Міне, Арекеңнің өзі рұқсат берді. Қағазға қол қойды. Мына Арекең қолы ғой. Жарайт, бір жолға көрерміз. Кеттік. Біз әлі кездесеміз. Құтылдық бе. Қасқырды қалай орнына қойды ма? Жасасын демократия. Demokratiya, ол не? Қысқасы, ол әлсіздер әңгіме айталады деген сөз. Дұрыс па, Қошқар? Білмеймін теке. Әй. Бауырлар, не істейміз? Мұна тияқтылардан қалдық қой. Қарнымыз ашты. Олар қой шөп жейді, ал біз ше. Мұна дәмі жоқ жемістен шаршадым. O zaman da bu zaman жыртқыштарды тұяқтылар басыныпты деген. Не масқара? Ертең ұрпақтарының бетіне қалай қарайсыңдар? Бұл сүйектеріне түскен таңба. Болды, бұдан артық ұстай алмаймын. Кім менімен бірге? Мен
Біз бәріміз алға азулылар. Қошқар, маған тағы ой келді. Жерге жеткен соң жануарлар аруы деген жарыс өткіземіз. Ең әдемі аңды менің хатшым етіп сайлаймыз. Идея шынды ма? Білмеймін, теке. Қошқар досым, мынау қабылдауыма жазылған беді. Білмеймін, теке. Қағазыңа қарасайшы. Бүгін елік, тайынша және маралы кіреді. Ал бұл жоқ. Інішек, тышқа күзен. Саршынақ не еді? Қысқасы менің бүгін уақытым жоқ. Келесі аптаға жазылып қабылдаймын. Мынау не деп жатыр? Бізді өлтірмекші ме? Кімдер? Жыртқыштар ма? Немене? Ойбай, тез дабыл қағыңдар, тез! Тез! Үйісілер алды шепте тұрсын. Көрпілер, жолды бөгендер! Бұларың не? Біз жаңа жер тапқанша Нұққа берген уәдемізде тұруымыз керек. Оған көнбегендер жазаланады. Арыке, шай, айтсайын деп келдім. Айтыс болса көрейік. Шық ортаға мықты болсаң өнерімді көрейік. Қане қимылдап, биге көңіл бөлейік. Қорқпа тимеймін, одан да бір билейік. Қасқырмын деп мақтанба, жыртқышпын деп жаттанба. Бізде осал емес пе, түсіп қалма қаппанға. Қане кім ол кіндірам, кез келгеніңді сындырам. Қане шық, мүйізімді қайратам, мен бұқам бәріңді жайратам. Абайла балапан бүріп солатам, мен міндеге мақтыңды еңіретіп жылатам. Сарт сұрт сөздің жарқ жұрқ бірден құлатам. Қысқасы кім болсаң да қиратам. Кеме тесілді, анда су атқылап жатыр. Тез етіңдер. Жарайсың жылан, бізді құттардың. Үлкен рахмет. Рахмет саған. Жылан, рахмет саған. Рахметті жей алмайсың. Маған басқа нәрсе бер. Ол не нәрсе? Маған осы кемедегі қаны ең тәтті жанды тауып бересіңдер. Жерге жеткен соң сонымен қоректенесің. Жарайды жәке, бәрімізді аман алып қалғаның үшін өтінішіңді орындаймыз. Ол мәселені меніңше мазаға тапсырамыз. Маса, сұра бұлай. Не, менен басқа таппай қалдың ба? Ертең басшыларынан айырылсаңдар, күндерің не болады? Дұрыс па, Қошқар? Білмеймін, теке. Сен демократия деп едің ғой. Сен де ақылды болып қаласың осындайда. Жарайды, мен кеттім. Қазір қанаттылар партиясының жиналысында сөз сөйлеймін. Кеше тоқылдақтың үстінен арыз түсті. Түнімен тоқылдатып ұйқы бермейді екен. Оған бару керек. Ал сен, Қошқар, шөптің қанша қоры барын анықта. Жарайды, теке.
Иә жігіттер, сәлем. Жалпы өмір қалай дегендей? Өмір емес, көмір бол. Ей мейізбас, сенің әңгімең мына жерде тұр. Енді мен көпшіліктің... Құтарыңдар! Сен бала көп секіріп кеттің. Я жігіттер, жайма. Біз әлі сөйлесеміз. Қарлығаш, келдің бе? Мынау жапырақ қой. Демек, жер жақын деген сөз. Жарайсың, Қарлығаш. Жарайсың, Қарлығаш. Осылай Қарлығаш адамдарды аман алып қалыпты. Міне, содан бері жыландар бақалармен қоректенеді екен. Жер көрінді, жер! Міне, біз жерге де жеттік. Тәңіріміз бізге жаңа өмір бастауға мүмкіндік берді. Енді бәріміз таза жолмен жүріп, адал өмір сүруіміз қажет. Қараңды, жер! Не дерсің дейміз? Жер? Рахмат дәл өзі. Жер, келдік. Жарайсың, Қарлығаш. Саған сияқты жазам. Қошқар, біз енді жануарлар әлеміне жаңа қоғам орнатамыз. Жер! Алақай! Міне, Нұх пайғамбардың кемесі осы Қазығұрт тауына келіп тоқтаған. Осы жерден бүкіл тіршілік өмірін қайта бастаған екен. Өте қызық оқиға екен. Демек, әке, біз расында киелі жерде тұрады екенбіз ғой. Әрине балам.